қазіргі таңдағы парасатты жастың ой талғамы не? Қандай болу керек деген сұрақтарды жастар өздеріне қою керек деп ойлаймын. Дана, Абай атамыз егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір, өзіңнен өзің есеп ал деп айтқан екен. Расымен, адамды адам ететін де осы қасиет. Ата-бабамызда өркенің өссін деген әдемі тәмсіл сөз бар. Сол мақсатқа нақты жоспар құрамын. Таным мен талғам ұштасқан сәтте ізденістің нәтиже берері сөзсіз. Жан дүнием эстетикалық әдемілікке әуес. Рухани таным әлеміндегі алдыма қойған мақсаттарым бар. Ол әр адамның ой елегінде, болмысында болу керек қасиеті. Жастардың сауатты, рухани бай, көзі ашық, жаһанның соңғы жаңалықтарынан хабардар, әлем көшбасшыларымен терезесі тең түсе алатындай, озық ойлы, ізденімпаз, парасатты болуы бүгінгі біз жастардың тәлім-тәрбиесінен негіз болып қаланады. Мен жамбасам лапылдап, сен жамбасаң лапылдап, біз жамбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ деген түркі ақыны Назым Хикметтің сөздері ойымды дәйектеуге дәл келетіндей. Білекті бірді, білімді мыңды жығады. Жарқын болашаққа жол бастар жастардың қарауы. Ұлттық тәрбие, қазақы сана, білім мен біліктілік.